Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 4-ші сынып 65-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы бірлескен жұмыс. Бірінші тапсырма. Бұйым берілген. Бірінші тігінші, екінші тігінші және үшінші тігінші. Үшеуінің сағаты бірдей. 3 сағатта бірінші тігінші 5 бұйым істеген. 3 сағатта екінші тігінші 8 бұйым істеген. 3 сағатта үшінші тігінші 12 бұйым істеген. Енді осы 3 тігінші бірігіп 3 сағатта қанша бұйым істегенін анықтау керек. Ол үшін біз 5-ке қосамыз 8-ді, оған 13-ке қосамыз 12-ні, яғни 25. 25-ті көбейтеміз 3 сағатқа. Тең болады 75, яғни үшеуі бірігіп 75 бұйым істеген екен. Келесі, екі шалғышы бірлесіп 360 метр квадрат жердің шөбін шапты. Олардың біреуі 1 сағат, ал екіншісі 2 сағат жұмыс істеді. Егер жұмыс өнімділіктері бірдей болса, әрқайсысы қанша метр квадрат жердің шөбін шабады? Бірінші, екі шалғышының жұмыс істеген уақытын анықтаймыз. Екеуі қосылып 3 сағат істеген. Яғни квадрат метрді бөлеміз 3 сағатқа. 360-ті бөлеміз 3-ке, 120 метр квадрат. Сол кезде 2 сағат істегенмен 1 сағат істегенді көбейтеміз. 120-ға 1-ді көбейтеміз. Бірінші жұмысшы 120 метр квадрат істеген, екінші жұмысшы 2 сағат істегені үшін одан көп істеген. Яғни екінші жұмысшы 240 метр квадрат көп істеген екен. Келесі, ұзындығы 900 метр жолдың жөндеу жұмыстарын бір бригада 30 күнде, ал екіншісі дәл осы жұмысты 45 күнде аяқтайды. Егер екі бригада жолдың екі жақ шетінен бір уақытта бастап, осындай еңбек өнімділігімен жұмыс істейтін болса, бұл жұмысты қанша уақытта анықтайды? Екеуінің жұмыс істейтін болса, екі бригада қосылып 18 күнде аяқтайды екен. 18 күнде аяқтайды. Мына жерде бірі 30 күн істеген, екіншісі 45 күн істеген. Екеуі бірігіп істейтін болса, яғни 18 күнге бітіреді екен. Келесі, 4-ші есеп. Телефон жөндеуші бір күнде 11 нысанға қызмет көрсетеді. Егер күнде дәл осындай мөлшерде жұмыс істейтін болса, онда 77 нысанға қызмет көрсетуді қанша күнде бітіреді? Енді бұл жерде формулаға саламыз. Уақыт, жұмыс бөлу өнімділік. Яғни 77-ні бөлеміз 11-ге тең 7. 77 нысанға көрсетуді 7 күнде бітіреді екен. Келесі есеп. Қосылғыш және қосылғыш. Сіздерге тек мәнін айта кетейін. Бірінші есептің мәні 5969. 5969. Екінші есептің мәні 107.000. 107.079. Үшінші есептің мәні 73.667. Келесі, бірінші сауыншы сүт сауатын 2 аппаратпен шелектерге 1 сағат ішінде 14 сиыр сауады. Екінші сауыншы сүтті тікке 1 сағат ішінде 22 сиыр сауады. 4 сағат ішінде олар бірлесіп қанша сиыр сауады? Енді бізде 15 сиыр сауады деп тұр, 2 аппаратпен. Яғни 15-ті көбейтеміз 2-ге. 15-ті көбейтеміз 2-ге тең 30. Екеуімен 30 сиыр сауады. Және екінші сауыншы мен бірінші сауыншының сиырларын қосамыз. 30-ға қосамыз 22-ні тең болады 52. 52-ні көбейтеміз 4 сағатқа тең болады 208. Екеуі қосылып 4 сағат ішінде 208 сиыр сауады екен. Келесі тапсырма. 5-ке де 10-ға да бөлінетіндей етіп, бос орындарды цифрлармен толықтыр. 5-ке де 10-ға да бөлінетін бірінші бөліп көреміз. Содан кейін дәптерге жазамыз. Яғни 0 қойып шығамыз. 0 қойып тексеріп көріңіздер. 8-ші есеп. Тоқыма фабрикасы 1800 балалар костюмын шығару керек. Костюмдерді күнделікті теңдей көлемде шығара отырып, бір цех бұл жұмысты 18 күнде, ал екіншісі 9 күнде орындай алады. Дәл осындай өнімділікпен бірдей уақытта жұмыс істей отырып, екі цех бұл жұмысты қанша күнде орындайды? Яғни
1800-ді бөлеміз 18-ге. 100. 1800-ді бөлеміз 9-ға. 200. Екеуінің шыққан мәнін қосамыз және шыққан мәнінен 1800-ді бөлеміз. 1800-ді шыққан мәнге бөлеміз. 6 күн. 2 жұмысшы істей отырып 6 күнде бітіреді екен. Өте түсінікті деп ойлаймын. Дәптеріңізге мұқият жазыңыздар. Ғалымдардың есебі бойынша табиғатта 1 сантиметр топырақ қалыптасуы үшін 400 жыл қажет. 3 сантиметр топырақ қалыптасуы үшін қанша жыл қажет? Яғни 400-ді көбейтеміз 3-ке. Тең 1200. 3 сантиметр топырақ қалыптасуы үшін 1200 жыл кетеді екен. Бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.